Сәлем достар, микрофонда мен Ильяс Байсейіт, бұл информатика каналы. Бүгін біздің қарастыратын тақырыбымыз HTML тілі мәтінді форматтау тегтері. Бүгінгі сабақта біз мәтіннің форматтау тегтері және қосымша мәтінді форматтау тегтерімен таныс боламыз. Соның ішінде біз таныс болатынымыз ең алдымен негізгі мәтінді форматтау тегтері. Ол бізде бөлінеді физикалық форматтау және логикалық форматтау болып бөлінеді. Физикалық форматтау тегтері шрифттің қандай қасиетті өзгертуін, мысалға қою қара. Ал логикалық ол мысал іздеу жүйесінде қандай мәтін екенін көрсетеді. Яғни мысалға айтайық. Бұның мысалы былайынан қараңыздар. Егер де екеуі де бірдей мәлімет қой, мысалға да, екеуінің түрі де бірдей, яғни айырамайсыздар. Бірақ та мынау оның стилі қою екенін, ал мынау мәтіннің ішінде бұл маңызды бір бөлшек екенін көрсетеді. Егер де сіздердің браузеріңізде будущем болып қалатын болса, мынандай параметрлер болатын болса, яғни конспекттің ішінде де болса, яғни сол документтердің ішінде маңызды жерлерін бір басқаша бір түспен боялсын деген сияқты бір параметр бере алатын болсаңыздар, сол кездерде мысалы қою қаріпті мәтін, ол қою қаріпті мәтін ретінде өзінің қара цветінде мысалға қалып кетеді. Ал керісінше логикалық маңызды фрагменттер, ол яғни маңызды фрагмент ретінде ерекше бір стильға сіз форматтауыңызға мүмкіндігіңіз болады. Соответственно, егер де сіз мәтіннің қою екенін беретін болсаңыз, B деген тег пайдаланыңыз, ал соответственно бұл маңызды мәтін екенін болатын болса, сізге стронгты пайдаланған абзал. Бірақ ол өз еркіңізде. Себебі стилі, яғни мынау да екеуі де бірдей стильде пайда болады. Так, мына бүгінгі сабақта біз осыны онлайн компиляторда тексерейік. Бұлардың барлығын былай жасайық, қараңыздар. Так, былай істейік. Ол не қыламын, мен бұл жұмысты істеп. W3 кірейін, мен осы жерден форматингқа кірейін, и осы жерде this text is bold. Так, окей. Қараңыздар. Осы жерден жасап көрсете берейін сіздерге. Мынау бізде B дегеніміз қою қаріпті мәтін деген да. Бұл Word документтерінде немесе кейбір жерлерде көрсеңіздер B деген жазылыммен тұрады, яғни соответственно полужирный болады. Яғни жартылай қалыңдатылған дейді, болмаса бұны қою қаріпті мәтін дейді. Бұл бізде bold деген шрифт бар. Яғни bold деген шрифт ол бізде қою қылып жасайды мәтінді. Ал strong дегеннің, яғни ағылшыннан аударғанда, ол күшті деген мағына береді, яғни мускулисті деген сөзді. Сонда соответственно сіздің әріптеріңіз күшті мускулисті болып кететін болса, ол значит это есть strong деген сөзді. Сонда бізде бедейік. Осы жерге параграфқа бедейік. Осының ішіне strong берейін да, и соответственно осы жерге strong деп берейін, и осының ішіне мен былайынан берейін. Бұл күшті мәтін, күшті мәтін, мынау болса қою қара мәтін. Қою қара мәтін. Осы ран дейтін болсам, қараңыздар. Екеуі де бір көзге, яғни бізде, былай айтқан кезде, екеуі де бір көрген кезде, былай айтқан кезде аңғарынбайды, яғни мынау маңызды мәтін, мынау бізде қою қара мәтін, яғни стилі екеуі де бірдей. Бірақ та көріп тұрғандарыңыздай бізде, яғни мынаусы логикалық, мынау бізде физикалық болып саналады. Яғни егер OBT-да келетін болса, значит бізге осыны арасын ажыратып алған дұрыс. Келесі, бұл екіншісі I деген, бұл бізде курсивтенген мәтін, болмаса қисайтылған мәтін дейді. Бұның негізгі шрифті италик болып саналады. Италик деген шрифтта тура осылайынан қисайтып жазады. Екінші оның логикалық несі EM деп. Бұны EM дегенді былайынан жаттап алыңыздар. Ерекшеленген мәтін, ерекше мәтін деп. Яғни EM ерекше мәтін деп жаттап алғандарыңыз абзалырақ. Яғни ол жазылуы былайынан болады. Қараңыздар. EM ерекше білу керек еді, кешедік басында. Так,
ай деген ай, и бұл жерде мынау италик деп салайын. Ран дейтін болсам, қараңыздар, ерекше мәтін, мынау бізде италик екен, яғни екеуінде ешқандай айырмашылық жоқ, просто мынау логикалық, мынау физикалық. Тура сондай сияқты бізде мынау сызылып тасталған мәтін деген бар. Бұрында страйк деген тег болған, и біртіндере, яғни кейінгі соңғы HTML 5-терде S болып кеткен. Бұл бізде ағылшынша келген кезде строк деген бар, строк деп айтылады. Строк деген ол бізде сызылып тасталған мәтін деген сөз. Ал мына жерде болса del деп айтады, deleted деп айтады деген сөз. Deleted дегеніміз бұл уже өшіріліп тастаған мәтін, яғни сызылып тасталған мәтін ретінде біз оны қабылдай аламыз. Яғни осы жерге del дегенге беретін болсақ, deleted мәтін, и мына жерде del дегеніміз deleted text, и мына жерде s деген берсек, сызылған текст. И осылайдан беретін болсақ, бізде қараңыздар, deleted text, мынау бізде сызылған текст. Мынаның бас s, мынаныңқы, яғни бізде мынаның біздікі del деген мағына береді. Del деген болатын болса, бізде ол соответственно deleted деген сөз. Келесі тег бізде u деген, яғни u тегі, бұл бізде асты сызылған мәтін. Мына жерде ins деген тура сондай, бұрын асты сызылмаған, кейін қосылған. Яғни бұл бізде былай түсініңіздер. Негізі ағылшынша білетін болсаңыздар, мыналар түсінуге өте ыңғайлы. Мысалға, асты сызылған мәтін underlined деген сөзден алынып, ол бізде ең басында u деген әріп берілген. Underlined u, underlined яғни асты сызылған. Мына жерде ins деген сөз, бұл бізде inserted деген сөз. Inserted деген, яғни қосылған мәтін, кірістірілген мәтін ретінде біз оны қарастырсақ болады. Мына жерге ins, inserted, inserted, мына жерде бұныңқы u underlined text. Асты сызылған мәтін, inserted text. Яғни бізде кірістірілген мәтін, и бізде асты сызылған мәтін. Кімге қалай ыңғайлы, солайынан жаттағандарыңыз абзал. Келесі бізде қосымша мәтінді форматтау тегтері, бізде sub пен sub деген, яғни сынау. Бұны мынандай ассоциация былай бересіз, қараңыздар. Негізгі айтылуы мынау subscribe деп аталады, мынау бізде superscribe деп аталады. Мынау бізде төменгі, мынау бізде жоғарғы. Бұны жақсы жаттау үшін, S дегенді көрмейсіз, up деген ол жоғары емес па? Значит, соответственно, жоғары. И мына sub деген кезде бізде sub дегенді былай түсінсек болады. Егер де кішкентай кездеріңізде бізде мысалға телефонда Subway Surfers деген бір ойын болады. Мысалы, бала пойыз жол жақтардан жүгіретін еді. Яғни ол астындағы метроның ішінде пойыздан жүгіретін еді. Яғни Subway деген, ол бізде метро деген береді, жер асты деген береді. Мынау бізде up дегеніміз жоғары деген, соответственно, солай жаттасаңыз болады. Или болмаса subscribe дегеніміз подписка, яғни под деген сөз астында деп тұр. И superscribe деген ол төбеге деп жатыр. Яғни superscribe, subscribe деп жаттасаңыздар болады. Ол бізде қандай кездерде қолданылады? Например, былайынан қараңыздар. Так, былайынан tap дегенді көрсетейін. Мына жерге тоже tap дегенді көрсетейін. Мысалға айтайық. Так, мынандай болсын, логарифм 2, мысалға 2 8 болсын да. Мына жерде болса, былайынан болсын. X tap мына бізде x квадратты береді, мына бізде логарифм 2 8 дегенді береді. Яғни бізде мынау төменгі индекс, мына бізде квадрат ретінде пайдаланады. Мына осылайынан разницасын қарасақ болады екен. Так, келесі мәтін бізде былайынан, келесі берілген тег бізде pre деген берілген. Яғни қараңыздар, бірінші тақырыпта айтқан ем, мәтін асты сызылған, бұл бізде уже қолданылып қойды. Қараңыздар,
pre деген бізде қараңдар, бұл алдын ала пішінделген мәтін, бұл английский preformatted text деген. Мысалға қараңыздар, мен естеріңізде болса алдыңғы сабақтарда айтқан болатын, бағамнан алып тұра тұрайын. И осыны қараңыздар, тура осы жерге былайынан берейін. Мысалға sorbolt қазір мына бай жүздеп берейін. Так, мына қараңыздар, осы жерден бір какой-то бір текст алайын. Мынаны ала салайыншы. Осының арасына берейін. Мысалға қараңыздар, осы sorbolt сүзу қаптайды аспам, күз болып дымқылыма жерді бас. Білмеймін тойғаныма тоңғаныма, жылқы ойына бие қашқан, тай жарысқан. Осыны басқан кезде негізі түсініңіздер, мынаның барлығы негізі бұл бір не ретінде қабылданады, бір абзац ретінде қабылданады. Енді қараңыздар, бұл экранның расширениесіне қарай, соответственно, ол кішірейіп үлкейе береді. Мына қазір қараңыздар, былайынан істейтін болсам, бізде ол үлкейе береді, кішірейе береді. Енді қараңыздар, тура осы мәтінді қазір мен тура осыған беретін болсам, и соответственно мына жерге pre деп беретін болсам, бұл значит мен алдын ала пішіндеп қойғанмын, сен маған пішіндемей-ақ қой, яғни бұл форматқа тимей-ақ қой деген мен оған команда беріп жатырмын, и соответственно ол оған тимейді, тура қалай бар солайынан шығарып береді. Значит, pre деген тек қалай форматталған, тура солайынан бізге шығарып береді, өзгеріссіз. Define деген тег, бұл бізде курсивный мәтіндерді беру үшін, яғни бұл да логический форматтауға болып саналады. Негізінде мынау да логический болып саналады, бірақ бұл қара. Бұл бізде италик және ерекшелігін мәтін сияқты, бұл definition деген, яғни анықталған деген мағына береді. Бұл бірінші рет терминді бөлектеу үшін, яғни анықтама ретінде қолданылады. Ал small деген тег, бұл бізде қараңыздар, бұл өзінен, бұл бәрін кішкентай әріп қаптамайды. Бұл өзінің болып жатқан, яғни өлшемінен size деп айтады. Size 3 болатын болса, ол оны 2-ге кішірейтеді. Например, былайынан айтайық. Қазір былай алып тастайын. Так, мынау тұра берсін. Так, мына жерде алып тастайын. Так, осы жерге былайынан берейін. Осы жерге P емес, H1 деп берейін да. Мынаны H1 деп тоже берейін. Енді қараңыздар. Осыны мен қазір берейін. Тақырып бірінші уровень деп берейін. И run деп беретін болсам, қараңыздар, тақырып бір. Бірақ егер де осының сыртына small деген тег беретін болсам, бұл менде әріп бір өлшемге кішірейеді. Әріптер, яғни барлық кішкентай болмайды, просто оның өлшемі H2 болып қалады. Оның дәлелдері ретінде қазір мен қараңыздар, H2 деп, мысалға H2 деп тақырып 2 деп бере салайын. Осы жерге H2 деп жабатын болсам, соответственно, екеуінің өлшемі негізінде бірдей болып көрінеді. Так, келесі бізде Q деген, бұл бізде код дейді. Кота дегеніміз ол цитата, дәйек сөз деген мағына береді. Ол дәйек сөздер бізде көбіне әдетте анау тырнақша ретінде қолданылады. Ал блок код дегеніміз ол бізде тырнақшаның ішіндегі какой-то бір контейнер ретінде қолданылады. Например, ол бізде былайынан. Қазір форматингтің ішінде мынандай код деген бар еді. Intro quotation. Так, код, емін қараңыздар. Код дегеніміз, қараңыздар, мына жерде build a future where people live in harmony, и осыны with nature деп айтқан. Мысалға, осы жерде ол оны тырнақшаға алып отыр. Ал, соответственно, мына жерде қарайтын болсаңдар, block question'да бұл ішіне қарай кіргізіп, яғни мысалға Стив Джобс бұлай айтқан деп, мысалға, или болмаса Абай Құнанбаев бұлай айтқан еді деп, мысалға, или Нұрсұлтан Назарбаев бұлай айтқан еді деген сияқты, оның айтқан сөздерін, дәйек сөздерін ішке қарай, ішкі блок ретінде блокқа бөліп береді. Ол бізде
И в принципе осылай жасайды. Келесі бізде мынандай қосымша символдар берілген. Ол бізде параграф белгісі ол бізде мынандай белгі болып саналады. И ол бізде яғни section деген сөздің кішірейген түрі. Ол sec деп, яғни тура осындай кішкентай қылып жазу керек міндетті түрде. И себебі ол жерде былайынан қараңыздар. Мына жерде сиберейін, қараңыздар. Так. Осы жерде былай істейік. Так. Осы жерге мен былай істеймін. Например, параграф белгісі. Так, бүгін 15-ші параграф деп айтайын, мысалға да дәптерлер жазып алыңыздар. Бұны қарайтын болсақ, бізде ол тақырып мысалға көрінбейді да. Параграф деген белгісі берілмейді. Ол параграф белгісін беру үшін мына жерге sec деп беретін болсам, менде ол run дейтін болсам, менде осы белгі пайда болады. Яғни әрбірінің осындай бір кодтары бар. Тура осыны былайынан жасайын. Бүгін 15 градус дейтін болсамшы. Run дейтін болсам, мына қараңыздар, бізде мынау параграф дегенде ол белгі section деген, ал мынау бізде degree деген сөздің қысқартылған түрі. Соответственно, ол бізде не болады? Dec болады. Егер де dec дегенді үлкен әріппен жазатын болсаңыздар, ол бізде dec деп қабылданады. И соответственно, sec дегенді де үлкен әріппен жазатын болсаңыздар, бұл да бұл параграф белгісі емес, яғни басқа болып. Міндетті түрде бұл жерде кішкентай әріп болатын болса, кішкентай әріпті сақтанған дұрысынан болып саналады. Мынау бізде sequat деген тура осындай тік жақшаны береді. Мынандай емес, яғни тік жақшаны береді. Так. Келесі нәрсе бұл бізде фонт деген қаріп дегенді береді. Негізі вообще любой шрифттарды негізі осы фонтты жаттап алғандарыңыз дұрыс. Бізде фонт деген ол бізде былайынан қараңыздар. Бұл міндетті түрде ең бірінші фонт деген ол бізде былайынан болады. Мысалы, какой-то бір параграфтың ішінде болсын. Осы жерде мына кішкентай болсын мысалы, да. Енді қараңыздар. Так, run дей салайық. Осы жерде былайынан болсын. Осы жерге осының ішін жазылады, фонт болады. Міндетті түрде фонт болады. Фонттың ішіне тоже фонт болады. Бұл негізгі осындай. Қалған ішіндегі атрибуттар не обязательно болып саналады. Соответственно, не обязательно деген сөз бұл былайынан қараңыздар. Когда ішінде size бермейтін болсақ, бізде автоматически 3 по умолчанию. Font face по умолчанию, яғни браузер бекітілген тіл болады. Color по умолчанию бізде черный болады. Егер де сіз оның тектері, мысалы, мына жерде указать ететін болсаңыз, бұл яғни қосымша ғана бар болған атрибут. Ал, соответственно, осы жерде size бізде, size оның өлшемі, мысалға, ол 1-ден бастап 7-ге дейін, 1-ді беретін болсаңыз, ол кішкентай болады. Ал 2-ні берсек, одан сәл едәуір үлкен болады. Ал ең үлкен шрифтті беретін болсақ, 1-ден бастап 7-ге дейін ең үлкен шрифт болады. Сонда, егер де заголовокта H1-ден H6-ға дейін H1 ол ең үлкен болатын болса, ал фонт 1-де ол ең кішкентайы, фонт 7, соответственно, ең үлкен размер болып саналады. Одан кейінгісі бар, color деген бар. Color оның цветі. Color, яғни бізде тең болсын. Бізде red деген цветке тең болсын. Басатын болсақ, қызыл түске боялады. Мына үлкен 5 деген размер болсын. Кішірейсін. И одан кейін осы жерге не берсек болады? Face деген бар. Face тең, мысалға, Tahoma деген бір шрифт болсын. Осын беретін болсам, бұл яғни осы шрифттің түрі Tahoma шрифтке айналады. По умолчанию бізде Arial мо, по-моему, бірдеңе тұрған. Яғни, по-моему, Arial мо, жатаспасам. Arial, по-моему, тұрған. Arial'да емес, басқа какой-то бір шрифт болған. Calibri ма. Браузер ұсынған шрифт болған. И мына жерде біз шрифттерді ауыстыра бере аламыз. Яғни, осының ішінде негізгі 3 атрибут бар. Ол бізде size ол өлшемі, color оның цветі,
face оның яғни қандай шрифт бере алады. Например, оған Times New Roman деген берсек. Times New Roman деген бар. Romans ба сондай еді. Міне. В принципе, осындай шрифттарды біз бере алады екенбіз. Мынаны, соответственно, blue деп жазатын болсақ, бізде тоже көк түске айналады. И осылайынан өздеріңіз тоже эксперимент жасасаңыздар да болады. И осы жерде тағы да бір қызық нәрсе бар. Бұл жерде мынау back color мен text деген бар. Қараңыздар, бұл body'дің ішінде тұратын атрибут, яғни back color дегеніміз мына жерде артындағы түсі. Ол back color деген background color деген сөз. Background colorға біз осы жерге не бере аламыз? Какой-то бір по умолчанию белый цвет. Соответственно, біз ол цвет ұнамайтын болса, томато деп беретін болса, какой-то цвет. И ол бізде томатовый бір цвет берді. Соответственно, текст деген бар. Текст деген ол бізде осы тексттер қандай цвет болатын? По умолчанию ол бізде черный болады. И біз осы жерге red деп беретін болсақ, қазір бұған ешқандай влиять етпеді, бірақ та қазір мына жерге мен новыйдан мысалға P деп любой сөз деп жазатын болсам, любой сөз дейтін болсам, бұл менде қызыл түспен беріледі. Себебі любой текст бұл жерде қызыл түспен жансын деген сөз. Ал егер де мысалға мынау сян деген түс береді. Так, шүрандай болып қалды. Что-то олив деген бар еді. Осыны берсек. Так, енді қараңыздар, оливка түс қой. Так, любой сөз бұл жерде қызыл түс болады да, қараңыздар. Осы жерде бұл код неліктен мынау көкпенбек мынау қызыл дейтін болсаңыздар, қараңыздар. Бізде код жоғарыдан бастап төмен қарай оқытылады. Яғни, соответственно, бізде бірінші текст қызыл болған, бірақ та біз астына қарай келген кезде бұның цветін көк деп берді. Көк бергеннен мынау бізде приоритет болып тұр, яғни астында тұрғандықтан. Егер де мына жерге қазір біз фонт тура осылайынан фонт деп беретін болатын болсам, мен, соответственно, мынаның да түсін мен басқа цветке өзгерте аламын. Яғни, астында тұрған цвет, яғни біз беретін болсақ, өзіміз сол түске өзгереді деген сөз. Келесі біздегі тег бар, бұл жүгіртпе жол, яғни бізде marquee деген бар. Marquee дегеніміз қазіргі HTML5-терде ешқандай жерде қолданылмайды. Бұл marquee тегі, бұл бізде жүгіртпе жол, яғни сырғымалы жол, болмаса рекламадағы жол деп айтуға болады. Marquee деп тұрады осылайынан, тура осылайынан marquee деп жабылады. Marquee деп тура осылайынан басатын болсам, менде осы любой сөз деген не болады? Какой-то, яғни бір әріп ретінде мысалға былайынан қалдырсақ болады. HTML сабағы түсінікті не деген мысалы жіберетін болсақ, яғни осы сөзді бізде жүгіртпей қалады. Яғни осының ішінде allusion деген бар. Бірінші allusionды берместен бұрын back color деген, background color деген бар. Back colorға біз осының цветін бере аламыз. Back color тең болсын, yellow деген цветке тең болсын. И, соответственно, осының ішіне қазір мен allusionмен бере аламын. Allusionмен бере аламын қазір оның расположениесын. Расположениесі егерде егер параграфтарды білетін болсаңыздар, олар горизонтально орналасқан, ал мына жерде әріптерді вертикально орналастырмақшы. Соответственно, бұл в allusion, яғни типтен алынмадыр. Топ деген ең жоғары бөлікте, middle ортасында, bottom деген төмен жағында орналасады. Соответственно, allusion тең бізде топ дейтін болсам, былайынан өзгереді. Сәл жоғарынан, яғни бұл жерде көрінбей тұр, но в принципе былайынан алысатын болсақ, сәл жоғары жақта орналасып тұр. Осылайынан bottom дейтін болсақ, bikini bottom деген ол бізде астыға қарай орналасады деген, бірақ особо қатты білінбейді, но какой-то бір кішкентай какой-то бір изменение бар, но аса көзге көрінбейді. Ол үшін marquee'дің стилін сәл үлкейту керек деген сөз. Жалпы бізде тақырып осы. Бүгінге мәтін форматтау тегтерінде назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.